Сәлем Қазақстан, Еуразия бірінші арнасында ол кім бұл не интеллектуалды ойын сауық бағдарламасы. Бір студияда екі буын өкілдері өзара мықтыны анықтайтын болады. Ендеше құрметті достар, ол кім бұл не буындар бәйгесіне қош келдіңіздер. Қатысушыларымызды ортаға шақырайық. Аға буын өкілдері Камила Сағынбекова, Бақытжан Мұталиев және Жолдыгүл Жұмағолова. Кәлі қолдау. Және аға буын өкілдерінің қарсыластары әрине жастар тобы. Ақсұңқар, Арайлым, Әлзеке. Керемет. Не деген шляпа. Не деген стиль. Байқап тұрсаң, мінеке жастар дайындалып келген. Бір-біріне тіпті киімдері сай. Бір форма киіп келген сияқты барлығы бірдей. Аха, неге бүйтіп көрсетіп жатырсыз? Біз екеуміз парамыз деген сөз бе? Мен баласымын десей. Ендеше, мінеке аға буын, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Қалай ойлайсыз? Бүгінгі ойында кім жеңеді? Біз тек қана үлкен буын жеңеді ғой. Неге олай ойлайсыз? Қазіргі апаларды, аталарды қазір заманауи телефонды да ұстаймыз. Заманауи бұрынғы көзіміз көрген әке-шешеміздің өткен ғасыр, 2 ғасыр өмір сүрдік қой біз. О, міне. Сіздер бірақ ғасыр, әлде көріп қалдыңыздар ма алдыңғы ғасырды? 1,5 ғасыр? Біз не бермейміз, енді біз ана маманымыздың ішінде жатқан кезде телефон шықлап жатқанбыз ғой. Біз міне интернеттеміз, үнемі мағлұматтың барлығы бізде деп тұр ғой. Біз заманға сай, қазір трендтеміз деп тұр жастар. Сонымен құрметті достар, кім жеңеді екен? Тәжірибе, өмірлік тәжірибе, әлде қазіргі мысалы интернеттегі білім бе? Сонымен құрметті достар, буындар бәйгесі. Аға буын, жас буын, бастаймыз! Алғашқысы сұрақ жауап кезеңі. Бұл кезеңде сіздерге белгілі бір сөздер ұсынылады. Сіздердің мақсаттарыңыз ол сөздің мағынасын түсіндіріп беру, анықтап беру. Бір ерекшелігі, жас буынға көне, қолданыста қазіргі таңда жоқ сондай сөздер беріледі. Ал аға буынға трендтегі заманауи жастардың қолданысында жүрген әсіресе сөздер ұсынылатын болады. Дайынсыздар ғой? Иә. Ендеше бастаймыз! Әрине үлкендерден бастаймыз. Дайынсыздар ғой? Иә. Сонымен, құрметті достар, мінеке алғашқы сөз. Пилоттық жоба. 10 секунд ойлануға. Дұрыс жауапқа 2 ұпай. Битті ғой. Демек біліп тұр. Мысалғы программа болады ғой. Пилоттық жоба бірінші шыққан черновой сияқты бірінші. Дұрыс беке? Молодец! Браво! Мінеке, бірден жұлып шықты байқадыңыздар ғой, Енді айтайын деп отырайын сон. Сонымен құрметті достар, пилоттық жоба тың идеяларды тексеріп көру үшін жасалатын жоба. Немесе кез келген жобаның тестілік бастапқы нұсқасы. Біле білсеңіздер, тіпті бүгінгі таңда түсіп жатқан жобаның да пилоттық жобасы болған. Иә, қошеметтеріңіз 2 ұпай аға буында. Ал, кезек сіздерде, жастарда. Кішкене мұңайып қалды, байқадың ба, Ереке? Абыз дегеніміз не? Абыз. Міне, экранда тұр ол сөз. Абыз. 10 секунд ойланыңыздар. Қандай өсек емес па? Емші ғой, емші. Емші. Абыз, болашақты болжайтын адам, сондай көне ғасырларда абыздар осындай қызметте болған. Корея фильмінде көрсеткен абыз деген емші, болашақты анықтай алатын балгер ретінде. Жоқ, барасын емдеп береді ғой, сондай ғой. Сонымен емші ма, әлде болашақты
болжайтын болашақты болжайтын. Екеуі де десе болады негізі. Екеуі де десе болады. Негізінде бір нақты жауап болған жоқ. Мысалы, нақты жауап онда. Сонымен емші ме әлде болашақты болжайтын адам ба? Емші дейікші. Жоқ, болашақты болжайтын адам. Болашақты болжайтын адам. Қабылдаймыз ба? Иә, дұрыс. Айттым ғой. Сонымен кеттік. Сіздерге берілетін сөз батан. Батан. Немесе ботан. Ботан дейді, батан дейді. Сленг бойынша ботан дейді, немесе батан. 10 секунд ақылдасып алыңыздар, өзара. Мүмкіндікті жоғалтып қоймаңыздар. Қателесуге болмайды. Так, сонымен дайынсыздар ғой. Ботан ол көз өлдірікті, әдемі, оқушы. Ботан ол тек қана күні бойы түнімен оқып шығады. Ботан. Қабылдаймыз ба? Оқымызды. Браво! Тамаша, браво! Қайда білесің ондан? Мәссаған. Осы сөз, по-моему, өзіңіз ойлап шығарған сияқтысыз. Менің балам 23-те қазір. Ол ботан ба? Ботан біз ойлағамыз басында. Тек қана беспен кілен күшті оқыған. Бірақ та ол ботан болған жоқ. Батан деген енді ботаник деген сөздің қысқартылған нұсқасы ғой, мына жастардың арасында осындай сленг бар. Ботаник деген енді сабаққа көп көңіл бөлетін, тым сабаққа беріліп кеткен, сабақты өте жақсы оқитын адам. Қазіргі таңда шетелге еліктеп ботан деп кеткен бар. Жастар, кезексіздерде шидем. Шидем дегеніміз не? Шидем. Шидем. Ой, тігеді ғой. Сонда емес пе? Шидет ал ма? Шидем, сонымен жауаптарыңыз бар ма? Шидем. Ол? Қазір 1 минут уақыт. Андай. 1 минут? Жоқ, андай апаларымыз тігеді ғой. Так. Сөз тіккен кезде андай не? Айтсаңдаршы. Ою өрнек. Сондай сияқты. Тігісті ана. Тігістің қалды? аты ма, сондай білмеймін. Оюдың аты ма, әлде саусаққа. Или мынан саусаққа. Саусаққа тығатын. Нақты бір жауап бар ма? Ине кірмеу үшін. Сол, ине кірмеу үшін өтем. Ине кірмеу үшін. Ине кірмеу үшін? Шапка киеді ғой қолына жеріне. Шапка киеді. Оймақ емес па ол, е? Оймақ қой. Ол оймақ қой. Оймақ па? Так, қателесуге болмайды. Шидем дегеніміз сомен? Мен білмеймін. Не ол? Шиден бұны енді бүйт. Айтсаңдаршы. Ана жіп па әлде, нандай. Бүйтіп істеп қоятын. Жоқ, жіп істейтін тема. Сонымен шидем дегеніз нандай бүйтіп істеп қоятын жіп дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Жоқ, әрине. Вариант. Сіздерде бар ма шидем дегеніміз не? Енді бұлай қарасаң, жаңағы сіздердің қазіргі неңізге қарағанда екі нұсқа сияқты болып тұрды. Шие деп мысалы вишняны айтамыз жейтін. Ал шидем деп жаңағы шиден тоқылған шидем деп шидерді алады, жіпті орнына салып таспайлап, соны тоқығанда шидем деп ана төсеніш жасайды, киіз басады, қазақи бұрынғы қол өнерінің жасалған дүниесі болған. Шидем деп сонаға құрт жаюға жасайтын бұрынғылар шидем деп. Бізде кішігірім бұлай жіппен тоқып шидем дейтін соң кішкентайды. Үлкенді ши деп киіз басатындарды ши дейтін. Ол шиге жақын ғой. Тоқу деген сөз келет, бірақ қалғаны ішкене. Әрлеп тоқу. Өкінішке орай жақын болдыңыздар, бірақ нақты мағлұмат жеткен жоқ, дұрыс емес. Шидем дегеніміз. Шидем дегеніміз. Жабағы жүнінен тігілген сыртқы киім. Соны ертеректе шидем деген екен. Жалғастырамыз кезек үлкендерде. Сонымен өте актуалды сөз, өзекті сөз. Локдаун. Локдаун дегеніміз не? Камила апа. 10 секунд ойланып алыңыздар. Локдаун. Сіз білуіңіз тиіс. Локдаун. 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 Қазір жаңалықты ашып қалсаңыз әңгіменің барлығы осы. Жақын арада локдаун болу мүмкін. Берілген 10 секунд бітті. Локдаун дегеніміз не? Локдаун.
Иә. Еп, және кей қосыңыз. С-тен кейін. Сол лок. Даун ол биг Жоқ, сөз. төмен. Даун. Керісінше. Керісінше локдаун. Лок ол Сонымен Нақты жауап алынбады. мүмкіндік жастарға өтеді. Локдаун дегеніміз. Локдаун бізде де. О, Енді Локдаун. локдаун. бокста ұрып қалатқан не үшін? Ол нокдаун. бокста ұрып қатқан кезде ана нокдаунға құлап барып тұрып кетеді ғой, соны локдаун дейді. Жоқ. Жаңалықтардан жиі айтылады деген. Жиі айтылады жаңалықтардан. Негізі Хабиб бұл туралы ойлап дүние болған кезде шынымен де барлығымыз нокдаун болып қалдық. Иә, үйден шықпай қалдық. Үйден шықпау шығар, сол егер бәріміз карантин болғанда үйден шықпау болса, локдаун деп солай атаған шығар. Қалай қабылдаймыз ба? Жоқ, қабылданбайды, жоқ. Сонымен локдаун. Локдаун сөзі ағылшын тілінен аударғанда бұғаттау, қамау. Сол ғой. Қатаң әрі күшпен Болмай ма? орнатылған изоляция дегенді білдіреді. Біздің қазіргі жағдайда локдаун дегеніміз төтенше жағдай кезінде тұрғындардың далаға шығуына тыйым салынуы. Мінекей Мен біз үйде болу деп айттым ғой. Бұл үйде болу, stay at home ғой, ол локдаун емес. Хом. Сонымен соңғы сөз кезексіздерде лашық. Лашық дегеніміз не? Сразу жауап бере салайық, иә. Бірден білесіз бе? Так. Лашық деген ескі балшықтан салынған үй. Ескі балшықтан салынған үй. бәрекелді. Лашық деген уақытша тұруға арналған шағын баспана, балшықтан жасалады, сабаннан Әдетте жасалады. балшықтан тез Иә, жасалынады. тез андай ыңғайлы болу. Мен де барайыншы деген. Бекерден бекер алып келмеппін. Бәрекелді. Осымен бірінші кезең аяқталды. Есеп 4-4. Әзірше тең. Керемет, әзірше тең. Сонымен жалғастырайық, құрметті достар, екінші кезеңге келіп жеттік. Бұл кезең біздің есімдері тарих беттеріне басылған ең мықты, ең танымал қазақтың және де әлемдік деңгейдегі тұлғалар жайында болмақ. Сондықтан, дәл қазір сіздерге бірнеше категория беріледі. Сіздердің мақсаттарыңыз осы категорияны таңдап, ішінде сіздерге ұсынылған тұлғаны табу, оның кім екенін анықтап айтып беру. Келістік қой? Сонымен біздің бұл кезең, ол кім, бұл не деп аталады? Бастаймыз! Сонымен жаңағына үлкендерден бастадық, енді жастардан бастайық. Экранға қараңыздар, сіздерге 4 категория беріледі. Кеттік. Мінекей 4 категория: ғылым, мәдениет, саясат, спорт. Қайсысын таңдайсыздар? Ғылым. Кеттік. Ғылым категориясын таңдады. Аха. Сонымен Бұл кісі кім? Жарайды, қандай вариант бар біріншіден? Менің ойымша жазушы сондай кісі сияқты. Жазушы, сол ақын. Бір қарасам Сәбит Мұхановқа келеді. Бір қарасам жазушы емес. Осындай суреті бар адам бәрі жазушы емес қой. тарихшы. Ғылым ғой бұл, ғылым. Иә, ғылымды таңдадыңыздар. Мәдениет емес, ғылым. Жазушы деп тарихқа қатысты. Уақыт бітті. Айтшы. Жауаптарыңыз? Айтасашы біреуін. Мен білмей тұрмын, қазір өтірік қалсашы. Өкінішке орай жауап жоқ. Аха, мінекей Камила апамыз дайын тұр. Сонымен. Масанчи. Масанчи ол орыс сияқты ол. Мағазы Масанчи ол ғалым емес, революционер ғой. Пастер. Этнограф. Археологияға қатысы бар. Алматының көшесі дегеннен не ағып отыр ғой жаңа. Иә, логикаға келтіріп жатыр ғой. Киров десекші. Ендеше құрметті достар, жастар, сіздер де, менің ойымша, бұл кісінің жұмыстарымен сіздер таныссыздар. Түрі енді аса қатты медийный адам болмаған шығар кезінде. Сондықтан
танып жүріңіздер, біліп жүріңіздер, әйгілі тарихшы, этнограф Әлкей Марғұлан. Ай, Марғұлан. Сонымен кезек үлкендерге өтеді. Категория таңдаңыздар. Спорт. Спорт, кеттік. Тамаша, таңдау. Мына спортшы жігіт кім? Білетін болсаңыздар, дайын отырыңыздар. Сонымен бұл әйгілі велошабандоз. Өкінішке орай жауап жоқ. Сіздерде? Кім деп ойлайсыздар? Чемпионы атын ұмытып тұр. Александр ма? Александр Андрей ма? Андрей. Ішпесе орыстың аттарын бәрін Саша. Виталий бар тағы. Бұра беріңдер. Қазір біреуіне попадать. Станислав бар сосын. Вячеслав. Өкінішке орай жауап жоқ. Бұл әйгілі қазіргі таңда жас спортшылардың бірі Алексей Луценко. Алексей Луценко естеріңізде болсын. Алдағы Олимпиадада осы жігіт біздің еліміздің туын асқақтатады. Міндетті түрде. Біліп жүріңіздер. Кезек сіздерде 3 категория қалды. Мәдениет. Бұл енді Мен сразу айтайыншы. Сразу айтасың ба? Я, Ахмет Жубанов. Тоқта, айтсын, біледі. Біз неде оқығанбыз музыкальный двулин. Қазір апайларым көрсе мен битер. Апайларың емес, сені қазір мама папаң көрсе кәдімгідей Бізге жөр. Мәссаған мұна кісі. Аспаңыз. Бір секунд, бір секунд. Давайте, 5 секунд ақылдасып алыңыздар, ойланып алыңыздар. Кім? Латиф Хамиди. Кім? Латиф Хамиди. О май гад. Кәді. Тауыр айтшы. Сендерде бұл кісі музыкант оққан негізі. Давай. Музыкант? Мәдениет тек қана музыка емес қой. Кәнік, тағы қандай вариант? Айтыңызшы. Тоқта. Кәні. Міне, қандай? Кәні, ойлан. Шәкен Айманов. Шәкен Айманов. Шәкен Айманов. Болмайды. Болды, апа. Үлкендерге жол берейін, біз білмей қалдық. Жарайды, енді... Жол берсең, сразу бересің. Айтты ма? Айтты ғой, айтты, е. Жоқ, айтқан жоқ. Шәкен Айманов. Не деген? Бір опай бермеймін деп тұр ғой. Біз айттық. Жаңа ғана, жоқ, жарай, қой тұр. Болды. Ана ойынның басында айтам да, қалай, кім ұтады деп ойлайсыздар? Жастарға жол бердік, күшті бұл ананы. Енді қарасай сайысқан кезде. Жұлып жейін деп жатыр ғой. Ендеше мүмкіндік берейік. Қанеки, сонымен. Шәкен Айманов. Айт, Шәкен Айманов. Айттық қой. Алдар көсені сомдаған. Негізі. Шәкен Аймановтың есінде отырмыз. Тоқтай тұрыңыздар. Негізі, құрметті редакторлар, Марат негізі мұна жақта Шәкен Айманов деп айтты. Бірақ уақыт өтіп кетті. Бірақ өкінішке орай, сіздерге берілген уақыт өтіп кетті. Латиф Хамиди дедіңіздер, одан кейін оның алдында табыр нұсқайттыңыздар. Сөзіңізде сенімділік болмады. Өзіңізге сенбедіңіз. Ал мұна жақтан демек опай сіздердікі. Ендеше мінеке қазақ фильм киностудиясының негізін салған, жалпы қазақ киносының негізін салған әйгілі Алдар Көсе, Тақиялы періште, Атаманның ақыры, біздің сүйікті дәрігер. Былайша айтқанда, сіз жақсы көретін ең мықты кинолардың режиссері. Қызжібекпен Төлеген. Қызжібекпен Төлегенді ол кісі емес түсірген. Бірақ енді сол кісінің киностудиясының, сол кісінің бастамасымен мінеке еліміздегі сол кездегі ең мықты кинолар осы кісінің
демеуімен, қолдауымен, бастамасымен түсірген. Жақында біз Еркебұлан екеуміз Мәскеуде белгілі бір жұмыспен барған болатынбыз. Біздің Қазақстанның киноларын көрсетіңіздерші дейді. Сол жердің режиссерлері. Біз ойға келгені сол, Тақиял періштені көрсеттік. Ана үйдегі сцена ше, аяғы бүйтіп салбырап тұрады. Сол жердің режиссерлары, қазіргі заманның режиссерлары қарап шок болды шынымен. Мынаны қалай түсірген? Мынандай кішкентай бөлменің ішінде жарықты бұлай қою мүмкін емес қой дейді. Қалай істеген деп таң қалып жатыр да. Сондықтан бұл кісі кәдімгідей қазақ киносының мэтрі, әлем киносының мэтрі. Оны біліп жүру керек. Жалғастырамыз, кезексіздерде категорияны таңдаңыздар. Ғылым, мәдениет, саясат. 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 Саясатқа жақын Камила апамыз. Так, міне. Так, кім екен бұл? Сіздер білсеңіздер, ойлап отырыңыздар. Кім? Уверен айтып едіңіз ғой жаңа. Саясат. Бұны күні көреміз, бірақ пәмімізді атын ұмытып отырмыз. Тілге түспей тұр. Саясатқа қатысы бар адам, сонымен қатар... Политолог, журналист. Аха. Дәл таптыңыз, бірақ есімі кім? Этот, қазір айтамын. Қазір бір звондап алайын дейіңізші. Ламаулин. Лаумулин, ол не ғой? Нет, ол емес. Лаумулин, ол мұғалім. Мынау жасырақ. Мен білемін. Лаумулин Қазақ ұлттық университетінде мұғалім қазір. Иә. Өкінішке орай жауап жоқ. Жауап жоқ. Сонымен Мүмкіндік сіздерге өтеді. Қанеки? Журналист. Арайлым. Журналист. Белді журналист сияқты аты Сонымен Нартай. Аралбай. Аралбай? Емес. Так, бұл кісі сонымен жауап бар ма? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Өкінішке орай жауап жоқ. Бұл бірінші кезекте саясаттанушы, Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі қазіргі таңда Ерлан Қарин деген кісі. Ерлан Тынымбайұлы Қарин. Спорт. Кеттік, спорт. Так. Бол кім? Екеуің жауап беріңдер. Дәқта жауап дайын. Қайрат футбол командасының Дұрыс айтасың. Қайрат футбол командасының несі қазір директор болған ба, андай студиясына. Жоқ, айтам көрсін. Капитан болған ба? Жоқ, капитан емес, Қайрат клубының несі. Құралбек Ордабаев, варатор Құралбек екен ғой. Ордабаев ол қазір федерацияда белгілі бір шенде. Бірақ сол команданы не істеген ғой, а? Қайрат футбол клубында ойнаған. Ойнаған ба? Ойнаған қазір директор ма, андай. Жалпы Қайрат футбол клубының... Қайрат деген кезде жалпы бүкіл алматылықтардың алғаш есіне түсетін адам. Сонымен бар ма жауап? Бар ма? Айт. Жауап бар болса айтыңыздар. Жоқ, қорқпа, давай. Ай, жоқ. Марат па? Жоқ. Марат оралғайсың. Сонымен өкінішке орай жауап жоқ. Кезінде Қайрат футбол командасын Нана и его команда дейтін. Тимур. И фамилия? Подожди. Фамилия? Тимур, подожди. Сегизбаев. Браво! Тимур Сегізбаев. Тимур Сегізбаев әйгілі Қайрат футбол клубының шабуылшысы, сонау СССРді дүркіреткен кісі. Темір жолшылар кубогын алған Қайрат футбол клубы. Тимур и его команда, молодец. Тимур и его команда деп атайтын о кезде. Кезек сіздерде категорияны таңдаңыздар. Ғылым, мәдениет, қайсысы? Мәдениет. Кәні, кеттік. Так, суретті көрейік. Мынау Дайын отырыңыздар. Жас талант. Алек білу. Сонымен Әнші. Сендер таптыңдар ма? Подожди, тұра тұр. жан кірді. Кім? Так, тұра тұр. Мен қазақпын, өлең айтатын. А ну-ка тыныш. Так, сонымен Рэпер. жоқ, бұл вокалист. Вокалист.
Сонымен 1, 2, 3 жауап жоқ. Сонымен мүмкіндік жастарда Әлем. бұл 91 тобының мүшесі. Әлем. Есімі? Батыр. Бәрекелді. Батырхан Малика. 91 тобының мүшесі. Сіздерде жастарда кезек қай категория қалды? Саясат. Саясат, кәнеке. Саясат. Так, суретке қарай. Саясаттан хабар қалай екен? Мұны таба аласыздар ма? Ақылдасып алыңыздар. Асықпаңыздар. Американс. Сіздер тауып қойдыңыздар ма? Секунд. Президент. Кім еді? Ол емес. Мына киносын көрмедік па біз? Киносы бар, әйгілі. Бар ма? Киносын көрген сияқтымын. Киносы бар. Ана, не туралы кино ма? Мынандай. Музыкант емес. Жоқ, спорт туралы кино емес па? Случайно, дұрыс емес па? Бұл туралы түсірілген киноның спортқа қатысы бар. Мынандай неге былай атады ғой? Регбиге қатысты, иә. Сол дұрыс па? Негізі саясат туралы кино, бірақ ішінде регби бар. Мына кісі кім? Мына кісі Адам құқықтары үшін күрескен, және де Нобель сыйлығын алған кісі бұл 93 жылы. Иә. Нери Марс деп. Нелли Марс. Нелли Марс деді. Қабылдаймыз ба? Жоқ, әрине. Сонымен сіздерде жаңағы подсказкалердің барлығы. Сіздерде жаңа жауап бар деп едіңіз ғой. Айтыңыз. Бар, әрине. Жүрегім. Аха. Сіз білу керексіз ғой, Камила апа. Тұра тұр минут. Кәз, еске түсірі. Бірінші әріп, аттың әріпі Н. Фамилия М. Михаил. М. Өкінішке орай. Тұра тұр. Тоқта, тұра тұршы. Бағдарлама осы кісіге арналып түсіріп жатыр. Тұра тұршы. Оңтүстік Африканың басшысы. Сонымен өкінішке орай жауап жоқ. Жоқ. Бұл әйгілі Нельсон Мандела. Нельсон Мандела. Оңтүстік Африка Республикасының ұлт азаттық... Әйгілі фото басқа. Қалай фото басқа? Әйгілі фото басқа. Точно. Ұлт азаттық қозғалысының, Оңтүстік Африка Республикасының ұлт азаттық қозғалысының жетекшісі 27 жыл түрмеде отырып, репрессияға ұшырап, қайта шығып, өзінің елін басқарып, қазіргі таңда ЮАР, яғни Оңтүстік Африка Республикасы, Африкадағы ең бір табысты жақсы мемлекеттердің бірі саналады. Тіпті ЮАРда естеріңізде болса, Оңтүстік Африка Республикасында футболдан мундиаль өтті. Сондықтан бір белгілі бір жақсы деңгейге көтеріп кетті өзінің елін. Нельсон Мандела, біліп жүріңіздер. Кеттік. Сонымен сіздерде қалған категория ғылым. Сіздерге мынандай сурет. Мен білемін. Кім? Мен білемін. Дәрігер. Аха. 90 жаста. Аха. Я. Это. 90 Я. Бірінші арипші. Шаймерденов. Шаймерденов ол менің ағам фамилиясы. Подожди. Бұл кісі медицина ғылымдарының докторы, Қазақстан. Диетолог. Офисын білемін. 71-81 жылдары Қазақ ССР-ның денсаулық министрлігін басқарған, жалпы Қазақстан медицинасын ретке келіп жүйелеген кісі осы. Қазіргі таңда тамақтану институтын басқарады, өзі құрып, өзі басқарады. Фамилия. Өкінішке орай табылмады. Сонымен бұл академик Төрегелді Шарманов. Жарайды, ендеше құрметті достар, мінеке ол кім, бұл не кезеңі, бұл жерде ол кім деген сұраққа жауап бердік. Енді бұл не деген сұраққа жауап беруге тырысып көрейік. Ол үшін белгілі бір қазір пайда болатын заттар арқылы сайысымызды жалғастырамыз. Ең алдымен кімге? Үлкендерге берейік. Үлкендерге. Бұны оңайлықпен. Бұны оп-оңай табатын сияқты. Камила апама қарасам. Мына затты сразу табастар. Міне, сіздер алдарыңызға әкеп қояқ.
асықпаңыздар, 10 секунд бар, ақылдасып алыңыздар. Нанды кесемін дұрыстап. Так. Ана кеса резко бар. Аха. Сосын. Так. Сонсын былай қоямын. Аха. Оны қосамын электричествоға. Сонсын программаға былай қойы. Өзі бірай раз сухарь болып шығады. Аха. Атауы? Атауы, это трактор. Как это? Атауы. Не үшін екен айтты ғой. Подожди. Жауап қабылданады ма? Қабылданады. Тостер. Ана қазақша атау былай сияқты, нан кептіргіш сияқты. Нан кептіргіш. Қалай атасан да, короче, күшті. Сәнәртен тамақ дайындағанда прямо диетический өзі күшті. Бәші сөйлемешті. Сонымен жалғастырамыз. Келесі енді жастарға арналған реквизит. Сонымен кішкене тынышталайық. Енді мүмкіндікті жастарға берейік. 10 секунд ақылдасып алыңыздар. Нақты жауап, нақты ойларыңызды жинақтап. Сразу айтуға ма? Дайын ғой жауап. Атауымен. Күбі. Қымыз. Келіп көрсеңіздер болады, ұстап көріңіздер. Аспаңыздар. Арай, келіп қарасаңыз болады. Күбі емес ау? Күбі сияқты? Ашмақ тұрасың жағады. Жақсылап, асықпаңыздар. Өте. Ұқсас. Күбі ғой. Қатқан нандардан болмаса, талқан жасайтын. Күбі деген, иә. Кән? Иә. Андай, бір бәле қойып бейт басады да бұныңша. Екі жақтап. Сол көзді де шыға ма? Негізі қымызды басады осылай. Иә, күбі. Ал мынау нан сияқты ма? Ойланыңыздар. Асықпаңыздар. Сол үшін айтып отыр ғой. Күбі емес, бірден айтып. 10 секунд бердік. Аспаңыздар, бірден дейсіздер. Жүнді істемей ма? Ой, мына Жүнді. Отыш бауыр. Отышсың. Кән, жіктер, ақсыңқар. Қатты ойландар. Қалада өскеніміз біліп қалды ғой. Сонымен? киім жуатын ба әлде? Жоқ. Іште салбашы. Не бар? Ойлаш көз алдыңа елсеш. Мынаны аласың, примерно көлегін салдың, сақ. Езіп деп. Сөйтпейді баш. Неға кім? Нәскейді кім сал жіберген деп жаңа. Айттым ғой, ақ пен қараны араластырмаңдар деп жаңа. Қара біліп қарасымаңдар. Жоқ, сүтке қатысты ма? Неге? Сүтке? Жоқ. Сүтке қатысты емес, иә? Көбі емес. Мүмкін ванны шығар. Бірақ, бір нәрсені салып, басады, иә. Жоқ, қатқан нандарға арналған сияқты талқандау үшін. Нені істеу үшін? Талқандаушы. Қатқан нанды талқандаушы. Қатқан нанды? Талқандаушы. Нанды жасау үшін бір нәрсе керек шығар. Онда істейтін. Бидай. Он алады, дермен сияқты. Аспа, жүйелеп алыңдар, тоқта. Дермен. Бидайды аламыз, осыған саламыз, басамыз, еземіз, одан кейін одан не шығар? Естейді? Жалғастырсай шығады. Оны шығады ғой. Дұрыс па? Қабылдаймыз ба? Қабылда. Жоқ, атын айтсын. Бұның аталуы. Атын айтсын да. Бұның атын айтқан жоқ ма? Қазір, мінекей біз нақты жауабын, нақты анықтамасын қазір Жолдыгүл апамыз айтады, Бақытжан ағамыз түсіндіріп жүреді. Бір дегенмен интуиция, логика арқылы таптыңыздар. Не үшін екен таптыңыздар? Енді мінекей профессионалдардың анықтамасы. Қазақстан алға. Бұл деген кел сап. Қазақша. Мынау келі дейді, мынаны сап дейді. Жаңағы бидай, жүгері, тәрін қуырғаннан кейін мынаған салып, мына бұлай түйеді. Бұл өзіміздің ата-бабамыздан бұрыннан келе жатқан келгел сап. Қазақтың ұлттық тамағын дайындайды. Тар талқан осыдан шығады. Қазір талқан жейсіңдер, тар жейсіңдер ғой. Бәрі осыдан шығады. Қазіргі заманауи жаңағы мельница деп кеттіңдер ғой, қолдан да бәрін самопал жасайды ғой, ал мынаның бәрі табиғи өнімдер. Бұларды көбінде қарағайдан, қайыңнан,
таза ағаштан ойып жасайды мінекей. Мына ойып түбін мына уже соққыланып уже желінген. Бұның іші де сондай болады. Осылай бір аяқты алға қояды, мынаны тік көтереді, соқпайым. Мынаны ақырып былай бүйтіп қояды, түйеді. Біз кішкене кезімде түйгенбіз мынаны. Бір кісі ар жақта тұрады, бір кісі бер жақта тұрады. Екі мынандай келсап болады. Мына бір разың көтерген кезде ана ұрады. Соңғы мына ұрады. Мына бір адамдықта біздерде екі адамдық болған. Жолдыкөл апамызға үлкен рахмет. Мінекей біліп жүрейік. Барлығымызға бір жаңа білім келді, жаңа бір информация келді. Рахмет сізге үлкен, Жолдыкөл апа. Сонымен, құрметті достар, бұл кезең аяқталды. Осы кезеңнің нәтижесі бойынша есеп 3-3. Және жалпы есеп 7-7. Әзірше. Киелі сан. Үлкен адамдарға жол беріңіз. Береміз сізге. Керемет, ендеше құрметті достар, дәл қазір ол кім бұл не бағдарламасының келесі кезеңіне көшсек, е? Қане көрейік. Қанеки көрейік атты кезеңнің шарттары мынадай. Сіздерге белгілі бір киноның үзіндісі беріледі. Бірақ бірер уақыттан соң ол тоқтап қалады. Сіздердің мақсаттарыңыз айтылған сөзді жалғастырып кету. Сіздерге ыңғайлы болу үшін 3 нұсқа беріледі. Оп-оңай. Кеттік пе? Кеттік. Жастардан бастайық. Сонымен экранға назар аударыңыздар. Сіздердің нұсқаларыңыз. Менің халқымның қаны кімнің мойнында? Оны мен жекпе-жекте өлтірдім. Мен дала заңына бас ұрған жанмын. Қолға түскен төре тұқымын өлтіру шын баһадүрға жат қылық. Сондықтан шарт біреу. Ерлігіңді көрсетіп, еркіндікті аласың. Менің сұлу қызымды қалыңдық қылып аласың. Өлген күніңді зынданда күтіп жатасың. Ерлігіңді көрсетіп. Қандай ерлігіңді көрсетіп, еркіндік аласың. Барлығымыз ақылдасып. Асықпаңыздар, ақылдасып алыңыздар. Әйгілі көшпенділер киносынан үзінді. Куно Беккер актер. Сонымен жауап дайын. Ерлігіңді көрсетіп, еркіндік аласың. Ерлігіңді көрсетіп, еркіндік аласың. Тексеріп көрейік. Қолға түскен төре тұқымын өлтіру шын баһадүрға жат қылық. Сондықтан шарт біреу. Ерлігіңді көрсетіп, еркіндік аласың. Жарайсыңдар. Керемет, ендеше аға бұнға ұсынылған кино фрагмент. Экранға қараңыздар. Я тут вижу, ты фирму открыл. Открыл. А ты с кем работаешь? С кем работаешь? Один работаю. А ты знаешь, одному трудно будет работать. Ты ездишь на такой крутой тачке. Плохие люди увидят, подумают, что у тебя много денег. Ну и так далее. Понимаешь? А если мы с тобой будем работать, плохие люди ничего не подумают. Понял? Не деп жалғастырды әрмен қарай? Все нормально, иди. Позвони в милицию, позови охранников. Кезек үлкендердікі. Не деп жалғастырды? Все нормально. Айтып жатты, біреу кіріп қалды, сол кезде не деп айтты? Все нормально, иди, деді, позвони в милицию, дейді, позови охранников. Мен білемін. Сонымен жауабыңыз? Все нормально, иди. Кеттік, тексеріп көрейік. А если мы с тобой будем работать, плохие люди ничего не подумают. Понял? Все нормально. Иди. Браво! Жарайсыздар. Тоқтатпаймыз. Келесі. Жастарға кезек, жастардың фрагменті. Ол не қылығы? Мазақ еткені ме? Мен атыңа. Ай, тарас, шықпай қойып жүрмесін.
Асықпа. Қуып жет! Айдар, көнбе деймін, масқыры боласың. Несі бар? Көрсін әкеміз шарттық мәстек торысының қанша қашабатын. Бұдан өлім артық. Бұдан өлім артық күлкі боласың, жете алмайсың оған, атың жарамайды сенің. Не деп жалғастырды? Девушка Джигит атты фильм. Атын жарамайды. Шабандоз қыз. Атын жарамайды сенің. Жоқ, ол емес. Жарамайды сенің. Әлде. Күлкі боласың. Күлкі боласың. Адыны бір нақты. Нақты. Біреу. Мен жауап берейін. Күлкі боласың. Мен жауап берсем бола ма? Күлкі боласың. Командамен шешіңіздер. Қандай сен? Жоқ, қомаш. Вообще киноға сәйкес келмейді ғой. Атын жарамайды сен демейді. Күлкі боласың дейді. Күлкі боласың, жарайды. Күлкі боласың. Күлкі боласың. Жете алмайсың. Тексеріп көрейік. Көрсін әкеміз шарттық мәстек торысының қанша қашабатын. Бұдан өлім артық күлкі боласың. Айттым ғой мен саған. Атын жарамайды, вообще кино сатпайды. Ойбай, бір сұраққа жауап беріп Екінші сұраққа жауап беріп отырмын. Киноның бәрін көріп қоймын. Бос уақыты көп. Бұл да қазақ фильмнің керемет фильмдердің бірі. Кезек сіздерде экранға назар аударайық. В общем, после выступления Канат выбежал на лед и сделал мне предложение. У всех на глазах, представляешь? И я согласилась. Ты что, Ира? Очень рад. А где будем деньги брать? Пап, мы с Канатом решили, что просто распишемся и посидим в узком кругу с родителями. Мы все решили, не волнуйся. Ой, все решили. Классно. Ал. А что родственники скажут? А что құдалар скажут? Вы без меня все решили, зачем тогда говорите это мне? Ақылдастыңыздар ма? Ойланыңыздар, жақсылап. Біз жауап берсек. Так. Бола ма? Если уверен болсаңыз, болады. Вы без меня все решили, зачем тогда говорите это мне? Біз айтсақ. Кеттік, тексеріп көрейік. Мы все решили, не волнуйся. Ой, все решили. Классно. А что родственники скажут? Асықпаңыздар, ақылдасып алыңыздар деді. Ят болды, ят. Сонымен, осы кезеңнің нәтижесі бойынша жастарда 4 ұпай, аға буында 2 ұпай. Жалпы есеп аға буын 9, жастарда 11 ұпай. 2 ұпайға алғашып кетті. Біз келесі кезеңге көшеміз. Оның атауы «Қане тыңдайық». Қане тыңдайық кезеңі. Бұл жерде сіздерге танымал әндердің мәтіні беріледі. Бірақ бір ерекшелігі бұл мәтінде әннің сөздері ретсіз орналасқан. Араласып келген. Сондықтан сіздердің мақсаттарыңыз мәтінді реттеп, сөздерін ретімен қойып, әнді орындап шығу. Арай. Түсініңіздер ғой? Үлкен кісілерден шарт түсінікті ғой. Жаңа жастар бастады, енді үлкендерден бастайық. Экранға қараңыздар, сіздердің нұсқаларыңыз. Таныс, жүзсек те алғаш болсақтағы жаңа қайықта. Так, қандай ән деп ойлайсыз? Қайық жағасында, аршы қайықта. Аха, орындай аласыз ба? Жүрсектағы алғаш таныс, болсақтағы жаңа таныс. Ой, айта беріңіз. Дұрыс келе жатсыз. Айта бер. Әндетіп айтсаңыз тезірек түседесіңізге, кәні. Ой, мен тұра ескеге. Алғаш, қандай? Жаңа Жолдыгүл апа дұрыс бастадыңыз. Кетті уалыз. Болсақтағы жаңа. Болсақтағы жаңа. Міне. Айтып шықсаңызшы, әнді басынан айтсаңыз тезірек. Өлеңді білесіз бе? Өлеңді білесіз бе? Онда әуендетіп айта берсеңізші. Анаған қарап, болсақтағы жаңа таныс. Сіз әуенді тауып жатсыз, сіз сөздерін жақсы құрастырып жатсыз. Онда біріктіріңіз. Бірақ екеуіңіз бір командтансыз. Не деген келіспеушілік? Жүрсекте
қайықта алғаш. Сіз бәрін білетін адам сияқты olsunuz. Четко, не деген команда, иә? Әуен, сөз, уверенность. Болсақ дағы жаңа жақсы бастадыңыз. Көмектесіп жібересіздер ма? Әуенмен көмектесіп жіберіңіздер, әуенмен көмектесіп жіберіңіздер. Бірақ саналмайды енді дегенмен. Өйткені әуен қай әуен екенін тапты, атауын тапты, мәтінін дұрыс тапты. Айта берейік па? Айта беріңіздер. Арайын дауыс күшті арайын. Болсақ дағы жаңа таныс, жүзсек талғаш қайықта. Ұшқыр қиял кетті алыс, бұйырмашы айыпқа. Браво! Ескегіңді берші маған, Мен есейін, сен еспе. Су күлгісі сыңғырлаған, сенің күлкің емес пе? Браво! Арайлым, жарайсыз Арайлым. Авторы айта кетсеңіз кім? Шәмші Қалдаяқов. Вальс королі Шәмші Қалдаяқовтың әні. Сондықтан дәл осы. Дегенмен екі ұпай ағалар буына есептеледі. Өйткені қай ән екен таптыңыздар, бірінші мәтін дұрыс жақсы құрастырыңыздар, сондықтан ұпай сіздерге есептеледі. Дегенмен жастар мінеки сіздерге көмектесіп жіберді. Иә, сіздер де көмектесіп отырыңыздар. Күтеміз. Сонымен ал кеттік, сіздердің нұсқаларыңыз. Кете бардың, амалым алтыным, бердім, менің жоқ қала. Кете бардың, амалым жоқ қала бердім, басынан жүрегім алтыным менің. Кете бардың, амалым жоқ қала бердім, жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің. Дұрыс нұсқасы қос! Браво! Айқын төлеп берген алтыным. Бәрекелді Арайлым негізінде керемет талант иесі екен. Браво! Жарайсыз. Күшті. Брависсимо. Сонымен кезек сіздерде, экранға қарайық. Бол куә жұлдыз, куә айым бол, алатауым бол куә. Жұлдызым ғой, жұлдызым. Көзімді жұмсам да көрем сені, еседі алатау самал жені. Кетті. Куә бол алатау бақытыма, куә бол алатау жөк берегім. Куә бол жұлдыз, куә бол айым, куә бол алатауым. Қабірет. Куә бол жұлдыз, куә бол айым, тап гитара куә бол алатауым. Қос дұрыс нұсқасын кәнекей! Бәрекелді. Роза Рымбаеваның орындауындағы керемет ән, мінеки мына топта Арай әнші екен, мына топта Бақытжан ағамыз кәдімгідей талант иесі екен. Өте күшті айттыңыз. Бағанадан бері үндемей отырды, неге үндемей отырды десем, осы бір талантын дарын дайындап отыр екен ғой. Шымкенттікіміз ғой, жетсай. Оның не қатысы бар екен, ән айту ғой. Анау Шәмші Қалдаяқтардың бәрін жақсы білеміз ғой. Бәрекелді, бәрекелді. Қошеметтеріңіз бірден тауып жатыр. Кетті. Сіздердің нұсқаларыңыз назданып, жанарың қарадың, жаным жарты. Назданып, жаным қарадың, қалайда солай қарағым. Ол емес ба? Ол емес, ән шығар жеген. Қуып кеттің ғой арайлым, қуып кеттің ғой арайлым. Дұрыстап ойланыңыздар. Жарқ етіп. Назданып, жанар қарадың, жаным. Оңайғай өлеңнің тәнтәнін табуға болады. Так, мынандай кішкентай жігіт айтады. Әу деп айтады арасында. Қайрат Түнтеков айтады. Кәні. Жарқ етіп,
Арадың жаным, жаным. Тұр ғой сөздер ар жақта. Жарқетіп жанарың, назданып қарадың, жаным. Тыңдап көрейік дұрысын. Жарқетіп жанарың, назданып қарадың, Браво, браво, керемет. Мына кезең кәдімгідей біздің қатысушыларымыздың таланттарын ашып жатыр. Байқап отырсаң, есептің өзі керемет болып тұр. Барлық сұраққа тапсырмаға жауап берілді, дұрыс жауап берілді. Құрметті достар, кезеңнің есебі 4-4. Жалпы ұпай саны 13-15. Жастар жағы әлі алда. Дегенмен сізде дәл қазір керемет мүмкіндік бар. Дәл қазір, құрметті достар, капитандар сайысы. Бұл жерде құрметті қатысушылар, құрметті телекөрермендер, қатысушылар капитандарын ортаға шығарады, және де капитандардың мақсаты экранда көрсетілген сөзді командаластарына сөзсіз ыммен тек қана іс-қимылмен түсіндіру. Түсінікті ғой барлығы? Ал команданың мақсаты сөзді қандай сөз жасырылғанын табу. Сұрақ бар ма сізде? Егер ол капитан түсіндіре алмаса, келесі адам түсіндіруге бола ма? Жоқ. Тек капитан. Тек қана капитан түсіндіру. Бір капитанды сол үшін сайлау. капитандар сайысы деп атады. Бір капитан сайлау керек. Бір капитан сайлау керек. Кім капитан? Бастысы сөйлемеу керек, тек қана іс-қимылмен, бұлайша мимикамен көрсету керек. Сонымен жастардан бастаймыз. Кім капитан? Кеттік ортаға. Берико, Ақсұңқар. Не деген поддержка? Сонымен берілетін уақыт 2 минут. 2 минуттың ішінде тез, көп жауап табу керек. Не ғұрлым тезірек қимылдасаңыз, тезірек түсіндірсеңіз, сол ғұрлым көбірек ұпай жинауға мүмкіндігіңіз бар. Егер бір белгілі бір экрандағы сөзді түсіндіре алмай баратсаңыз, келесі десеңіз, сөз бірден ауысады. Сөйтіп, уақытты үнемдеуге болады. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Артқа қарамаймыз. Кеттік, алғашқы сөз. Бастаймыз. Сумка. Оны қазақшасы? Көрсет. Мектепке ұстайтын сумка ғой, а? Қазақшасы? Варианттар қандай бар? Сумканың қазақшасы? Дорба? Иә, дұрыс. Аха, келесі. Гүл. Аха. Жоқ. Тағы. Гүлге ұқсас. Гүлге ұқсайды, үрлейтін ба? Жоқ, гүлге ұқсамайды. Ваза. Бассейн. Егер болмай жатса... Қар. Жоқ. Құм. Иә. Құмды ұф дей ма не? Құмды ұф дей ма не? Бұл ұф деп жүр ғой енді. Ада, видео түсіреді ғой. Давай, босай. Кәні, тез. Дос. Досым. Видео, дос. Ұғым. Бұл ұғымды не деп атайды? Сен дұрыс айттың. Досым дедің. Ал бұл ұғымды? Бауыр. Іні. Інім. Досым дедің ғой. Досым. Сол ұғым екеуің араларында не бар? Достық. Иә. Жүрек. Күн. Дұрыс тапты. Бош, тезсіз. Белдік. Не істеп атсыз? Не істеп атсыз? Дұрыстап көрсетсейші? Көрсетпе, ауызбен айтпа. Арқан. Жіп, дұрыс. Қиын болса келесі деуге болады. Сөйлеуге болмайды ма? Жоқ. Керменбаев деп айтсын. Босай. Айтам мен. Уақыт өтіп жатыр. Нұржан Керменбаев. Жоқ. Ну, примерно я. Жобалап. Наушник. Әнші ма? Жоқ. Не тыңдап жатыр? Наушник. Музыка. Дұрыс, музыка қабылданды. 6 ұпай, 6 сөзді таптыңыздар, 6 ұпай сіздерде.
Тамаша. 6-ын тапты. Сонымен сіздердің командадан кім шығады түсіндіруге? Шығам дейді, шығам. Шығасыз бәлде. Сонымен Бақытжан ағамыз түсіндіреді. Жолдыгүл апа мен Камила апа мына жерге табатын болады. Дайынсыздар ғой? Сонымен мына команданың ауызбіршілігі онша емес екен. Дәл қазір бір ауызбіршіліктеріңізді көрсетіп, жеңіске жетуге мүмкіндік болып тұр. Асып түсетін мүмкіндік болып тұр. Сонымен кеттік. Алғашқы сөз. Аха. Қарап тұрмай көрсетіңіз аға. Қалай көрсетсең? Келес, аха. Ай. Шағып жатыр. Нені шағып жатыр? Жаңғақты шағып. Дұрыс. Бәрекелді. Келесі. Тездетіңіз, тездетіңіз. Тезірек көрсетіңіз. Жа, шемшік емес. Неден? Арақ. Ары қарай. Бұлай көрсетсеңізші. Тамаққа қосатын дейді. Ашты болып кетті. Неден ашты болып кетті? Тұз, дұрыс. Келесі. Мен деп қойсаңшы. Жоқ. Тағы. Қасқыр. Тағы. Жақын келетсіздер. Қасқыр, тигр, лев. Левтің қазақшасы. Жолбарыс. Арыстан. Дұрыс. Келесі. Келесі десеңіз болады, басқасын. Қиын болып баратса келесі десеңіз болады. Ай. Бұршақ жаудан. Дұрыс. Мә, не деген конец? Тағы. Аха. Жақындырақ тұрыңыз. Жақындырақ. Аха. Келесі сөз. Түсінбесен келесіде. Так, мына сөз. Түсінбесен келесіде. Міне. Лыжымен сабау. Жоқ. Жаңа лыжыға жақын. Скейт, мен саған қаяқтың скейт. Қайық. Ескегімен. Не істеп келеді? Отырып сырғанап келеді. Неде? Таудан сырғанап келеді. Не? Тағы не бар? Шаңғы бар, одан кейін. Коньки, одан кейін тағы не бар? Келес. Шана. Дұрыс. Рахмет, тамаша. Керемет сөз тапты. 5 сөз, қошеметтеріңіз. Сонымен, құрметті достар, негізі соңғы кезеңде мені Бақытжан аға таң қалдырды. Соңғы 2 кезеңде. Байқадың ғой? Жоқ. Бақытжан аға действительно арыстан екен. Бұршақты қалай тапты? Бұршақты таппайды деп ойлады. Тыңқ деді, болды. Бұршақ деді. Не деген бір актерлығы? Соңғы кезең өтті. Бұл кезеңде үлкендер тобы 5 ұпайға ие болды, жастар 6 ұпайға ие болды. Сонымен, құрметті достар, бүгінгі кештің жалпы есебі ағалар буынында 18 ұпай. Жастар буынында 21 ұпай. Ят болды негізі. Ұтқанымыз ят болды. Жастар өте әдемі, ақылды, белгілі недері бар, ақылдары бар. Шляпсы бар десеңші. Милары бар, міне, милар бар, тәртіп бар, дауысым да қыздың. Вообще. Талант. Елс қалды арайым. Жастар алға. Тек қана беттерден көретін болайық Қазақстанның болашағы. Қазір біздің жастар өнелді, даналды, санал болып өсіп келе жатыр. Оған біз өте қуаныштымыз. Бақытты болыңыздар, сіздер де бақытты болыңыздар. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Өте қуаныштымын. Рахмет. Бақытжан аға. Біз жастарға сенеміз. Сіздердің өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Сіздердің жастарыңызды берсін. Бақытты болыңыздар баршаңыз. Бүкіл көрерменге де тек бақыт тілеймін.
Көп рахмет. Сіздерден үйренеріміз әлі көп. Біздің негізі жеңгіміз келмеген, әрине. Бірақ біз егер мүмкіндік болып жатса, біз үлкендерге өзіміздің жеңісімізді беруге дайынбыз. Ой, рахмет, жаным. Ай, осы бір машина тігілгенде үйтіп айтпас еді ау. Айтушы едім. Осы жоба маған қатты ұнады. Сіздерге рахмет. Сіздердің жолдарыңыз бізге берсін. Енді біз шынымен қуандық осындай бағдарламаны келгенімізге. Шынымен. Барлықтарыңызға рахмет. Тамаша. Иә, құрметті достар, бүгін мінеки жастар жеңсе де дегенмен жеңісін мінеки аға буынға беріп жатыр. Бұл ненің белгісі Еркебұлан? Бұл тәрбиенің белгісі, достықтың, ұлағаттықтың белгісі. Өнегенің белгісі. Сондықтан осындай аға буынымыз осындай болғанда жастардың әрдайым болашағы бар деп ойлаймыз. Еліміз биіктерден көрінеді міндетті түрде. Сонымен құрметті достар, бүгінгі кеште асқан талантымен, тапқырлығымен баршамызға, барша көрерменнің көзайымына айналған Камиля Сағымбековаға алғыс хат. Тамаша. Бүгінгі Welcome бұл не бағдарламасында өзінің кино кезеңінде тапқырлығын танытып, киноман атанған Каримов Азамат марапатталады. Алғыс хат. Рахмет. Және де, құрметті достар, өзінің ерекше талантымен, қарапайымдылығымен, сонымен қатар ерекше дарынымен көзге түскен, әншілік қасиетімен, оған қоса актерлік қасиетімен танылған Бақытжан Муталиев ағамызға алғыс хат. Бұл не бұл? Браво! Сонымен бүгінгі сайыста бүкіл сайыс бой үндемей отырып капитандар сайысында жарып шыққан Ақсұңқар Жүнісбаев марапатталды. Және де мінеки еліміздің салтын, дәстүрін берік ұстанып сақтап жүрген, және де бұл білімнің барлығын жастарға беруге дайын біздің Жұмағұлова Жолдыгүл апамыз. Қошеметтеріңіз. Ол кім, бұл не? Сіздей апаларымыз барда біздің салт, біздің қазақ деген, қазақтың салт дәстүрі ешқашан өлмейді деп ойлаймын. Рахмет сізге үлкен. Әумин, айтқаныңыз келсін. Сонымен қатар, бүгінгі сайыста өзінің керемет даусымен барлығымызды бауырап, шляпсымен таңғалдырған Арайлым Әбілсейіт марапатталады. Рахмет. Сонымен құрметті достар, бүгінгі бағдарлама тәмам. Сіздермен бірге буындар бәйгесі ол кім, бұл не? Құрметті достар, біз қоштаспаймыз. Тек қана келесі кездескенше дейміз. Ол кім, бұл не? Үнемі біле жүріңіздер. Білген дұрыс. Еуразия арнасында ол кім, бұл не?